Ö. 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 О, Сәке, тұрдың ба? Бас қалай? Бас жақсы, өздерің қалай демадыңдар. Ой, міне, кедей болсаң көшіп көр деген осы ғой, әлі орналасып біте алмай жатырмыз. Мынаны мен ұмыт кеттім деп жүрсем, мында жатыр екен ғой жарықтық. Ой, бұл жарықтығында өлмейді екен. Енді жаңа үйде бір айланатын шығар. Ой, қойыңдаршы, бүгін ондай тамақ жасамайым. Бірінші орналасып алайық. Басың ауырып тұрған жоқ па? Бас жоқ. Ай, жаман құлап бұны я. Сен құлаған жоқсың, саған құлады ғой. Маған құлаған несі? Әдейі істеп тұрсың ба? Мына тігін машинасы құлады ғой. Осы тігін машинаң бәле болды күләнді. Өткен дерсің де ма? Аяғыма құлап, бір апта ақсап жүрдім. Енді басыма құлап. Түбіме жетеді, бір күні, ойбай, сағатпен көріп қапты. Неден? Машинеден? Басып кетті ба? Жоқ, басына құлап. Аты да жаман екен. Сен көп сөйлемей, барып жуын, киіміңді ауыстыр, шай ішейік. Арман! Айдана! Тұрыңдар! Мына жаңа үйде жақсылап отырып бір шай ішейік. Жаңа үй рахат екен. Жуынатын бөлмесінің өзі біздің бұрынғы үйдің бір бөлмесінен бірдей. Шайын ішсінші. О, мына үйде 2 тоңазытқыш бар екен. Бір асханаға 2 тоңазытқыш қоятын бет сау адам. Мына әкеңнің былықтырып жүргені ғой. Кеше көшкен үйдің тоңазытқышын тиеп жіберіпті. Ай, неше рет айтамай, байқамай қалдық деп болды ғой енді. Сен қалай байқамай қаласың? Дүниең көп бет шатасатын? Әй, біздің тоңазытқыш мына тоңазытқыштан 2 есе кішкентай. Оның үстіне алдыңғы жыл сынып қалған көшіп қонып жүргенде. Ана есігі ашылып қала береді ме, одан кейін кірпішпен тіреп қоятын ек қой. Ай, болды енді, бір тоңазытқышқа бола не болды сонша әңгіме айтып, а? Апарып береміз. Шетелге көшіп жатқан жоқпыз ғой? Апарып береміз. Қайырлы таң. О, кел қызым. Қайырлы кел. О, мына үйде 2 тоңазытқыш бар ма не? Әй, не де болса мына пәтер жақсы ауданда орналасқан екен. Үй жақсы екен. Сондай бір жақсы әңгіме айтсаңдаршы кішкене. Тек мына Арманның мектебіне сәл алыстау болмаса, әлде мына жақын маңайдағы мектепке ауысасың ба? Ой, апа, бірінші ана мектептегі сыныптастарыммен танысып үлгеріп алайын да, ең таныса бергенде көшіп кете береміз. Сесіне сыныптастарым көп болады ғой? Біз әдейі көшіп жүрміз бе, еріккеннен? Ойлансаңшы кішкене. Аусасың деді ма, аусасың. Ай, сен бұрынғы мектебің айналайын, анау 3 көлікке ауысып барасың. Қаншама уақыт, қаншама ақша жолыңа. Мектеп деген тиіп тұр. Үйлердің арасымен төтелеп жүрсең, 40 минутта жетіп барады. Алмаған жақсы болды. Бір көше төмен түссем болды, метро бар. Тура менің университетіме дейін барады. Ай, дегенмен мына үй жақсы үй. Өзімізге бұйырып тұр екен. Айтпақшы, апа. Мен өткенде айтып едім ғой. Менімен бірге оқитын бір қыз тұрмысқа шығайын деп жатыр. Иә. Енді соған ақша жинайын деп жатыр едік. Тойға ма? Иә. Барыңдар, барсын. Барсын. Қаншадан жинайсыңдар? $100. $100? Немене министрдің тойына барайын деп жатырсыңдар ма? Расында да қызыма мынау студент балаларға $100 көп емес пе? Біз осы шешең екеуміз тойға барғанда бір 10 мыңнан артық апарып көрмедік. Иә. Бір топта қанша студент оқисыңдар? 32 топ болып барамыз енді. 60 адам $100-дан $6000. Не деген ақша айдына? Одан да оқу бітірмей тұрып, тұрмысқа шығып алып, әкемізге жақсы бір көлік сыйлауыңа үлкен мүмкіндік бар. Ақылды қыз болсаң, ойлап. Не сөз анау? Әзіл ғой? Сондай қалжың бола ма? Жездең ба сен қалжыңдайтын? Ақпен емес пе? Адам деген ойланып сөйлеу керек қой. Шешесі мына бала не айтып отыр? Қарасаңшы тәрбиесіне. Мен неменеге қарауым керек? Әкесі сен ғой, сен қара. Әй, неменеге қарау? Не айтып отырған естіп отырсың ба? Қара, сен осында күндіз-түні балалардың қасындасың ғой.
ойбай, жалғыз тұяғым, жалғыз ұлым дегенде сондайсың. Өзің қара балаңның тәрбиесіне. Күләнда, тоқташ, тыңда. Баланың тәрбиесіне сен қарауың керексің. Сол ақ айтатының? Сонда мен тоқтатып қойып айтқандағың осы ма? Сенің балаң ба? Сен қара, мен қарамайым. Болды, айтыспай-ақ қойыңыздаршы. Өстіп жүріп өзіме адам болып кетемін. Сонымен не болды? Жаңағы ақшаны бере аласыздар ма? Қызым-ау, сол тойға бармай-ақ қойсаң қайтеді? Әлі талай тойлар болады ғой. Ой, той деген көп қой. Жарайды, бармасам бармай қояйын. Достарымның бәрі тойлап билеп жүргенде мен үйде отыра берейін. Әкесі, дұрыс айтасыз. Той деген әлі көп қой. Достарымның біразы біліп қалды. Отбасымның жағдайы мәз емес екен. Құрбыларым да білет. Өзім онсыз да ақша жинайтын жерге көп бара бермейтінмін. Қарлығаш, енді менің жақын құрбым болған соң бір барайыншы деп ойлағанмын. Бірақ мен сіздерге айтайын деп ойлаған жоқпын. Өзім айтқым келген жоқ сіздерге. Айтпай қойым керек еді. Енді сол тойға бармасам, біреу менің тонын шешіп алмайды ғой. Жоқ, мен сіздерге ренжіп отырған жоқ. Қайта, мені өмірге әкелгендеріңізге рахмет. Өмір болған соң біз сияқты адамдар болу керек шығар. Баланс деп жатады ғой. Өшің бачытын шығарам қазір бар ғой. Бәсе, сен екенсің ғой. Неге көңілің босап кетті десе? Осының шығармайтыны жоқ бір ғой, әйтеуір. Бұл балалардан аяп жинаған дүние бұйырмасын. Берші мына қызға 15 мың теңгесін. Қазір 15 мың емес, 19 мың ғой. Маған десе 22.700 болып кетсін. Бер дедім ғой $100. Барасың қызым. Менде жетпейтін сияқты. Сенде қанша бар? Қанша жетпейді? Неше андағы? Мұнда 1000 жарым. Ой. Ана жақтан аламыз ба? Аламыз, алмағанда. Қызым. Шеті бұзылатын болды ба? Бұзылса бұзылсын. Қызым, уайымдама, қазір барасың. Маған рахмет айт. Мен ғой әуенді қосып тұрған. Сәке, банктен не салып келетін уақытың болды ғой? Беретініңді берсең, жаңа қызың күтіп отыр ғой. Күләнда. Не? Сен аған жоқсың ба? Нені? Ақшаны айтам. Сол ақшаны маған ұстататын бедің? Өзің ғой ауылдан келгелі, өзің қойып, өзің салып жүрсің ғой. Қарасаң дұрыстап. Қарадым, түгіл қарап шықтым. Жоқ. Қалай жоқ? Ойнап отырсың ба, Сәке? Қош, ойнамашы. Болшы, берсеңші енді бұл. $22.000 біреу ойнай ма? Түгіл ақтарып шықтым деп отырмын ғой, жоқ ақша. Жоғалды ма не? Шынымен жоғалды ма не? Жоқ болып тұр ғой енді. Мен білгем. Мен басында білгем, осындай болатын бар ғой, басында. Ана ауылдан үйді сатып келгенде $35 мың ақшада, қомақтай. Ойбай, інім үйленіп жатыр, берейік тойына дедің. Бердік, $32 мың қалды. Енді қуаныш қой, жарайды. Одан кейін такси болам, машинаны жаңартам дедім. Оған кетті. Одан әне бір қымбат жіптің артын соқтың. Оған кетті. Енді бір қалғаны $22 мың еді, оның да түбіне жеттім десейші. Зарламай, тұра тұршы. Тұра тұршы. Жоғалған жоқ, осы үйде бір жерде болу керек. Онда есіңе түсірсейші дұрыстап жоғалмаған болса. Есіме сүргенде осы үйге келгенде қалтамда болған сияқты. Неғып мына заттардың бәрі мына жерге қойып қойған? Арман, неғып мынаны аяқтың астына қойғансыңдар, алсаңдаршы былай. Арман деймін.
алып таста анау неден. Жылсам қалады, я. Ай, не мынау? Ай, күланда. Мына тігін машинаны қоймайтын жерге қойып. Ай, ағымай. Не болды, Сәке? Ай, мына күланда тігін машинасын аяқтың астына қойып қоймайтын жерге. Байқау керек. Күланда, мынандай үлкен тарелка бар еді ғой. Шешетін оюлар бар. Ет табақ. Келді ма? Келді. Онда болды. Ай, көрдің бе? Саған қарағанда Володя біздің үйдің заттарын жақсы біледі. Ай, білмегендеш? 6 жыл болды ғой біз көшіп жүргеніне. Ал, Сәке. Биылдыққа 3-ші қоныстарыңыз құтты болсын. Рахмет. Тағы көшетін болсаңыздар, хабарласыздар ғой. Мен әр қашан дайынмын көмектесуге. Сәке. Несін бердің бе? Несін бердің бе? Берем ғой. Володяның еңбегі деген зор. Рахмет, Володя. Сәке, мына жерде кішкене жетпейтін сияқты. Жетпейді дейді. Мына жерге қалтамда қалыпты ғой. Міне. Әрине. Бәсе. Өзіңе рахмет. Рахмет. Жақсы, Күланда, Сәке, сау болыңыздар. Құтты болсын. Ай, шай іштесейші. Володя, чай ішеміз тоқта. Шай ішеміз. Қос үйден құры шықпа деп. Ішеміз ба? Кір. Қол шай. Кеміңді шеш. Іш десе, ішейін. Күланда шайың дайында. Ай, бәрекелді. Ол да бір біткен іс болды. Ол осы үйге келген Күланда. Менің есімде ешқайда жоғалған жоқ. Міне, осы қалтамда болған. Енді бар болса қайда енді? Мына пышақ әлі жүр екен. Әкем марқұм ұстаған пышақ. Пышағың тұра тұрш, ақшаны іздеш. Іздеп жатқан жоқпын ба? Сонымен ақша беретін болдыңыздар ма? Мынау да әкем. Тұра тұрш айналайын, Мына әкең кеше көшіп қонып жүргенде ақшаны қайда қойғанын білмейді. Таба алмай жатырмыз. Былай істейік. Қазір мына жерді, заттарды орын-орнына қояйық. Сол кезде ақша өзі шығады. Жинаңдар. Не қып отырсың деді, көмектесіп кішкене. Алыңдар ананы. Бәрін. Мұқият қараңыз. О, жатыр осы бір жерде. Жоқ, әке. Егер сіздер ақша бергілеріңіз келмесе, бұндай театрлық қойылым қоюдың қажеті жоқ. Апа, сіз жақсы ойнап жатырсыз. Мына Арманға да бір сөздер беріп қоймадыңыздар ма? Одан да ренжіме. Саған бере алмайтын болды деп ашын айта салмайсыздар ма? Кішкентай күнінде енді қыздар қос-қоста Барби қоржамен ойнаса, мен сіздердің жағдайларыңызды ойлап, Арманмен бірге асық ойнап өсіп салдық қой. Жарайды. Бармай қойдым мен сол тойға. Қарлығаш ренжи берсін. Мен сізде той қызық өтетін шығар. Мен әпкем мұңын айтқанда анандай жолда қалады. Мен де есімнен айырылып. Екеуіңдікі не отырыз, кішкене іздесеңдерші қарап бұлай. Бұл үйде жоқ ол ақша. Бар болса табылатын еді ғой ендігі. Қарамаған жеріміз жоқ. Бұйырмаған ақша болды ғой ол. Әке, мүмкін ана соққыдан кейін есте сақтау қабілетіңізге зақым келген шығар? Қойшы. Оны мен осы үйдің бір жеріне қойғам.
Әке, сіз осы үйге келгенде ақша қалтаңызда болғанын білесіз, иә? Ай, қалтамда болған дедім ғой, неше рет айттым сендерге. Онда Арман дұрыс айтады. Оны бізде медицина тілімен уақытша естен айырылу деп айтады. Біз оқығанбыз оны. Флешкеге зақым келген дейді. Енді әкелеріңді мазақтаңдар енді. Қызың мединститутта оқиды ғой. Тыңдасаңшы, бірдеңе білетін шығар. Ал, тыңдадық ал. Онда кешегі болған оқиғалардың бәрін саты бойынша есіңізге түсіріңіз. Саты-сатысымен еске түсіру. Ай, Володя, сен маған бар ғой, туыс болып кеттің шынымен де. Айтпаңыз, әке. Айтпақшы, танысқанымызға қанша жыл болды? Танысқанымызға, Володя, айтайын мен. Біз көшіп келгелі міне 6 жыл болды. 6 жыл болды. 6 жыл ма? Осы әке сізден баяғыдан бері бір нәрсе сұрайын деп жүр едім мен. Ой, сұра? Не, бір жағдай болып қалды ма? Жоқ, тоқтаңыз. Ой, ұңғашсан ба, алсаңшы сен? Жоқ, тоқтаңыз. Сіздер осы әр көшкен сайын көшірісіге неге тек қана мені шақырасыздар? Түсінбеймін. Сол ма сұрайын деп отырмын? Ой, Володя, мен де сен бірдеме сұрайды екен. Біз енді қазақпыз ғой, Володя. Енді ары бері көшкен сайын біреу болмаса біреу қазақтар көшіріп жаса танып қалады мені. Мүмкін бір танысым кездесіп қалады. Не көрсін көң? Ауыл жақта әңгіме болады бізде. Ой, анау Сағатбегің Алматыға кетіп еді. Ал қашан көрсең де пәтерден пәтерге көшеді де жүреді. Тұрақсыз бірдеме. Енді артық әңгімелерді қажеті қанша ол маған. Түсінесің бе? Сені кім таниды? Володя дедім, келдім, көштік, тап-тыныш. Не істеп жатсың, Айдына, сен итермей. Неге шашашың киімдерімді, а? Ең бірінші заттарымды бөлмеге қойған мен. Сондықтан да бұл менің бөлмем. Менің бөлмем, айттым, бітті. Қазір заттарымды өзің жинайтын боласың. Бұл менің бөлмем. Қой деймін. Қойыңдар. Сендерге ештеңе жақпайды екен бар ғой. Ештеңе жақпайды. Қазір ғана 2 бөлмелі үйден көшіп келдік қой. Ештеңе жоқ, сыйдыңдар. Оның алдында жатақхананың 1 бөлмесінде тұрдыңдар. Ал енді даңғарадай 3 бөлмеге сыймай жатырсыңдар, а? Арман, сен кішкентайсың ғой, қоя сал. Негізі қыздарға жеке бөлме керек. Әне, көрдің бе? Тілің есікке қысылып қалсын. Сонда мен қайда жатам? Қонақ бөлмедегі диванға жата сал. Бұл үйде тұрақты орын жоқ адам ол мен. Қонақтар келсе Арман ана жаққа жата сал, мына жаққа жата сал. Бір күн айтатын шығарсың, Арман сен кішкентайсың ғой, ұйықтамай-ақ қоя салшы деп. Ол да хан болған. Енді денелі. Бас деген қазандай болған ғой. Шаш мынадан. Шапан деген ұзын. Қару жарағын айтпай қоям мен саған. Бірақ әділетті болған. Құбыл айқаншы. Сол, күләнда тамағың не болды? Тарих таусылайын деді ғой. Сәке, тарих керемет біледі екенсіз. Сосын, орындарыңызда отыра бермеген шығарсыздар. Жоқ, Володя бәріміз әлі отырмыз. Қалай отырмыз? Сен сол кезде нанға барып келдің ғой. Нанға? Иә? Мен нанға барып келдім бе? Иә? Есімде жоқ. Міне, осы кезде сіздің есіңіз үзіліп қалған. Оны медицинада қысқа мерзімді ұмытшақтық деп атайды. Ол қорқынышты нәрсе емес. Есіңіз үзіліп қалған емес? Не айтып отыр? Ұмытқан нәрсені еске түсіру үшін алдымен өзіңіз жайлы отырып, денеңізді бос ұстап, жаныңызға жақын әуенді тыңдау керек. Енді отырсай жайлы, қосатындарын қоссаңдаршы, не қылып отырсыңдар? Жайлы отырым ғой енді. Қалай отырам енді? Қос. Ой, не қылған әуен о? Айтып отыр ғой, жаныңызға жақсы әуен деп. Әкеш өзімін. Қазір. Үй, мынау ұйықтап кетті ғой. Сағатбек. Әке, Сағатбек. Есіңе түсті ме? Жоқ, есіме түспеді. Енді түсіріп жатқанда тұра тұрыңдаршы.
Есіме түсті. Біз Володя барымыз орнымыздан тұрдық. Одан кейін мен оны шығарып салам дедім ғой. Иә. Шығарып салып бара жатқанда, сенің ана тігін машинаңа тайып тағы жығылдым. Соң қой мына тігін машинаны орнына қойыңшы деп көтеріп ақ келіп. Мен құламаған екен бұл. Сәке? Мынау не? Қаламсып. Түсі қандай? Жасыл. Жоқ, бұл жасыл емес, көк қой. Не ғой? Ағаң кішкене түстерді ажырата алмайды. Дальтоник қой. Бұл жарақатқа ешқандай қатысы жоқ. Менің ойымша, ана жедел жәрдемнен кетті. Естеріңде ма? Тыныштық керекте бәрімізді 15 минутқа шығарып жібермеді ғой. Сол кезде алды, ана қалтасына томпайып тұрғаннан кейін пенде емес пе? Көзбен көрмегеннен кейін кешірсін енді. Сол алды. Сол. Басқа кім бол? Кеше көшіп жатып сіздің тоңазытқышты байқамай іліп ақ кетіппіз. Ертең жеткізіп берем ғой, мен оны байқамай қалғам ғой біздікі екен деп. Жоқ, тәте, бұл жерде ренжісетін жағдай жоқ қой, сіз де дұрыс түсінсеңізші мені. Басында қалай келістік енді, өзіңіз айтыңызшы, қалай келісіп едік. Енді ол несінде ол сіз көтеріп тұрсыз енді. Ол табылған жоқ, жүре беріңдерші. Айтатын еді қой табылса табылды деп. Алло. Сізге ешкімді айғайлап тұрған жоқ, мен басқа... Ой, сіз мұндай мінезіңіз жоқ еді ғой, тәте, не болған? Мен ертең келейін, сосын дұрыстап түсіндіріп келсейік. Адамдар не дейін ақша деп? Оғай істеді. Алло? Милиция? Қандай милиция? Полиция? Полиция! Қалай, Сәке? Адамды шошты. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Орналасыңыздар ма? Орналасып жатырмыз. Керемет. Мені неге келді деп ойлап отырған шығарсыздар, я? Осы біздің күлянда сияқты ешкім ет аса алмайды ғой деп. Құрт қосылған сорпасын айтсаншы, ай, шіркін. Күлянда, өтініш, жақсылап тұрып бір ет асыңызшы. Қайдағы ет, Володя? Оның үстіне ет те таусылды ғой демейді. Жағдайда болмай тұр. Не болып қалды? Тыныштық па? Володя, тыныштық болғанда былай ғой. Өзіміздің енді отбасымыздың жинап жүрген біраз ақшамыз бар еді. Сон қайда қойғанымды білмеймін. Қай жерге түсіріп алдым, жоғалтып отырмын ғой. Қанша ақша? Көп па? Енді 22 мың доллар ғой. 22 мың доллар? Қайда қойғаныңызды білмейсіз ба онда? Жоқ. Бәлкім үйдің бір жерде О, жатқан үйді шығар? ақтарып, Володя. Әлі ақтарып жатырмыз. Жоқ, табылса табылады, не дейді? Жоқ па? Жоқ. Айдана, Арман, бер келіңдерші. Арман, менің және әкенің күртешесін алып келші. Сәке, былай ғой.
мен кеше үйден кеткеннен кейін үйіме барып күртешемді шешіп қолымды қалтама салсам мынау жүр. Ай, Володя. Бұйырған екен ғой. Мен не айтушы едім сендерге? Орекеңдер деген ол адал болады деймін. Ой, Саке, мен сізге қанша рет айтамын, мен орыс емеспін, мен белоруспын. Ай, бәрібір емес. Қалай бәрібір? Болмайды ғой. Саке, мынау қайдан жүр менің қалтамда? Енді есіме түсті күләнда. Сен кеше дүкенге жібердің ғой мені нанға. Сол кезде мен шығып бара жатып, ана байқамай Володяның күртешесін киіп кеткен ғой. Қалай киіп жүрсің ол күртешені? Қалай кимейсің, екеумізге бірдей ғой, қап-қара. Әй, қарасайш, мынау қара, сенікі көк. Ай, Саке, дальтониксіз ғой, дальтониксіз. Ай, мүмкін енді ет жейтін шығармыз. Володя, уайымдама, ет деген түк емес. Қазір қазан көтерем. Ой, күләнда. Қалай асасыз? Қазір ғана жоқ дедіңіз ғой етті. Ой, Володяға уайымдамаңыз, қазір. Мурка! Арман қалжыңдап жатыр. Әй, Арман, сен одан да маған дүкеннен ұн әкеп бер, қазір нан илей берейін. Қазір киініп алайын. Осы киіміңмен бара берсей, саған кім қарап жатыр? Ой, апа, мен ғой баратын. Жарай.